саламатсыздарбы ма құрметті әріптестер? Менің презентациялық ойындарымның кезекті шаблоны. Бұл шаблонымыз жарқын болашақ деп аталады. Мысал ретінде дайындағаным 16 желтоқсанға тәуелсіздік күніне арналған шаблон. Енді бұны тек қана 16 желтоқсанға тәуелсіздік күніне емес, республика күніне немесе Қазақстан туралы кез келген бір мейрам, ашық сабақ, тәрбие сағаттарға да пайдалансаңыздар болады. Осындай ойынды алу үшін комментарий бөліміне өтіп, ссылкадан өтіп алғаннан кейін мынандай нені аласыздар. Жарқын болашақ деп тұр, осы жерге тақырыбын жазасыздар өздеріңіздің. Ойынның тақырыбы болғанда сол ашық сабақта өтілетін тақырыпты жазсаңыздар болады. Одан кейін бастау деген батырма тұр, оны өзгертпеңіздер. Енді мына жерде жаңа алған музыка бар. Осының дауысын жоғарылатып қоюға болады, немесе төмендетіп, немесе мүлдем алып тастауға да болады. Енді мынау бізде барлық главный неміз осы жердегі суреттерге басу арқылы мына жақтағы слайдтар ашылады, сұрақтар шығады, сол сұрақтарға жауап береді. Сіздер мына жерге сұрақты жазыңыздар. Сұрағын жазыңыз деген жерге сұрағын, дұрыс жауапқа дұрыс жауабын жазасыздар, қате жауаптарға қате жауаптарын жазып шығасыздар. И ойынды ойнауға осылай ойнайсыздар. Енді мен қазір көрсетейін қалай не болатынын. Бір рет көрсетейін тағы да. Сначала осылай басталады. Мына жерге тақырып жазу керек еді. Бастау деген батырманы басамын. Одан кейін мына жерден суретті таңдаймын, кез келген бір сурет. Сұрақ жазыңыз деген шықты, сұрағын жазуым керек еді, жазбадық. Қате жауапқа бассам, осындай қызыл түсті жанады. Дұрыс жауап дегенге басатын болсам, сары түсті болады. Одан кейін суретке бір рет басам, қолданылған сурет жоқ болып кетеді. И қалғандарды тура сонда жалғаса береді. Енді осы шаблондағы мына суреттер сіздерге ұнамайтын болса, просто изменить рисунок. Кез келген суретті, мысалы, Google-дан жүктеп алсаңыздар, немесе өзіңізде бар суретті қойсаңыздар болады. Мына жерге мына суретті открыть етіп басып, қойып, осы жерге қойсаңыздар болды. Гиперссылкасы өзінде тұра береді. Осылай ауыстырсаңыздар, одан кейін мына сурет қайсыда тұр? Тура сол суретті мына жердегіні ауыстырсаңыздар болды. Мынаған тиіспейміз, сұрағын жауабын жаза бересіздер. Одан кейін артындағы бізде мынаны қалай суретті де ауыстыруға болады. Ол үшін формат фонаға кіріп, мына жерден файлын таңдап, осы жерден бір суретті алып қойсаңыздар болады. Google-дан жаңа мен айтқандай неден қойып, өздеріңіз ыңғайлап алсаңыздар болады. Бізге ең бастысы мынаны өзгертпеңіздер. Дауыстарды өшіруге болмайды, өшірмейміз. Осылай шаблонды пайдалансақ болады. Енді жалпы слайдта қанша сұрақ? 10 сұрақ бар. 10 сурет тұр мына жерде. Одан кейін 10 сұрақ бар. 10 сұрақ, егер аз дейтін болсаңыздар, файлы деген жерден 2 рет сохранить етіп, 2 слайд жасап, 2 топқа немесе 2 сыныпқа ойнатсаңыздар да болады. Енді мына жердегі сұрақты көбейту үшін не істейміз? Оны да бір рет көрсетейін. Дублировать слайдқа басып, енді мына жерде дұрыс жауабымыз 2 рет болып қалды. Соны д-да болса, мынада да д-да болып қалды. Сол үшін екеуін ауыстырамыз. Мысалы, мен осы нені дұрыс жауабын осыған ауыстырайын. Болды. Енді осы жерде мынау с, келесі д болды. Қазір соны дұрыстап жіберейік. Мынау бізде с болды. С, одан кейін мынау бізде д болады. Болды. Енді дұрыс жауабымыз д-да шығатын болды. Енді анандай түстерін де өзгертуге болады. Ол қиын емес, өте оңай. Мына жерден өтіп, кез келген түсті таңдап, осылай ауыстыруға болады. И қалғандарына тура осындай сурет фото түсін өзгертеміз. Тура осындай өзгертіп шығамыз, болды. Енді мына жердегі қалған гиперссылкалары мен несі жаңағы анимациялар істейді. Оны қазір көрсетейін. Мысалы, мен жаңа дұрыс жауап қойдым, міне. Сары түсті болып өзгеріп, дауыс шығып тұр. Қате жауап болса, осындай қызыл түсті болады. Енді мынау гиперссылка жаңа мен айттым, істейді дедім, міне. Істеп тұр, мынаға қайтты. Енді біз мына жерден кірмегеннен кейін мына фото жоқ болған жоқ. Егер мына жерден бастайтын болғанда мына фото жоқ болатын еді. Яғни бір рет пайдаланған сұрақты екінші рет пайдаланбайсыздар. Слайд болды. Осымен обзорымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.